Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Ұстаз оқса, ұлт оқиды атты челленджді дене шынықтыру әдістеме бірлестігі қабылдап алды. Осы жоба аясында Сәуле Досжанның бір туар атты кітабын талқылайтын боламыз. Басты кейіпкеріміз қазақтың маңдайына біткен Мәскеу олимпиадасының грек-рим күресінен олимпиада чемпионы Жақсылық Үшкемпіров атамыз. Жақсылық Үшкемпіров 1951 жылы Жамбыл облысы Байзақ ауданына қарасты Үшкемпір ауылында дүниеге келген. Балалық шағы ауылда қарапайым еңбекпен өтті. Ерте жастан еңбекке араласып, мал бағып, шаруашылық жұмыстарына көмектескен. Мектеп жасында ақ дене күші мығым, шыдамды, тәртіпті болып өсті. Ауыл өмірі мен еңбек оның мінезін шыңдап, төзімділік пен табандылыққа үйретті. Спортқа деген қызығушылығы осы кезеңде қалыптасты. Жақсылық Үшкемпіров 1968 жылы Семей қаласындағы Семей университетіне мал дәрігерлігінде оқып түседі. Жақсылық Үшкемпіров мал дәрігерлік факультетімен өз мамандығымен қатар спорттың еркін күресін қатар алып жүрді. Жақсылық Үшкемпіровтің ең үлкен жеңісі 1969 жылы көктемде Қазақстанның астанасы Алматы қаласында Қазақстан біріншілігінде болды. Еркін күресте жауырыны жерге тимеген Еркін Оразбековпен бірге белдесті. Еркін Оразбековті жеңіп, Қазақстан біріншілігінің чемпионы атанды. Жақсылық Үшкемпіров атамыздың көрген әділеттіктері. Жақсылық Үшкемпіров атамыз көптеген әділеттермен шығарылды. Атап айтқанда, үлкен жарыстар алдында Олимпиада, әлем чемпионатынан анық байқалды. 1976 жылы Монреалда өткен Олимпиада ойындарына баруы тиіс болатын. Алайда сол кездегі әділетсіздіктердің себебінен Ресей спортшысы Алексей Шумаковты апарып Үшкемпіров атамызды сол жарыстан шеттетеді. Соның салдарынан Жақсылық Үшкемпіров атамыз 6 айдай күреспен шұғылданудан бас тартып, күресте көңіл қалады. 1975 жылдың жазында Қазақстан Республикасының астанасы Алматы қаласында КСР халықтарының нөмірі 6 жазғы спартакиадасы өтілді. Сол спартакиадаға біздің Жақсылық атамыз қатысты. Сол жарыстардан есте қалатын екі қуаныш болды. Және ол қуаныштардың біріншісі анасының сол жарысқа келіп жанкүйер болуы, ал екіншісі Олимпиада ойындарына жолдама ұтып алуы. Жақсылық Үшкемпіров қазақ грек-рим күресінің шебері. 1980 жылғы жазғы Олимпиада ойындарының чемпионы ретінде тарихқа енген спортшы. 1980 жылы Мәскеуде өткен Олимпиада ойындарында Жақсылық Үшкемпіров грек-рим күресінен 48 кг салмақта 6 медаль жеңіп алды. Бұл жеңіс оның кәсіби мансабының ең биік сәттерінің бірі болды және қазақ спорт тарихында ерекше орын алды. Ақтық айқас 1980 жыл Мәскеу олимпиадасы. Жақсылық Үшкемпіров болгар Павел Крысовты 12-де жеті есебімен жеңіп олимпиада чемпионы атанды. Қазақтың көк туын көкте желбірететін білімді, саналы, тәрбиелі ұрпақтар бөлу сіздердің біздердің қолымызда. Осы челленджімізді информатика әдістеме бірлестігіне қолдаймыз.